Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге үй жағдайында әдемі болып піскен донерімнің видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай лавашын да өзім қолдан иледім. Және де осы рецепт бойынша жасаңыздар, дәмі ерекше, домашний, әдемі донер болып шығады. Лавашты да міне көріп тұрғандарыңыздай өзім пісірдім. Тауық етін филе немесе окорочканы осылай майдалап турап алып, көз мөлшермен кішкене тұз сеуіп, кішкене паприка сеуіп, аджика приправасы болса сеуіңіздер. Үйде қандай приправалар бар, содан кішкене мөлшерде сеуіп, көз мөлшермен араластырып, маринадтап 15-20 минут пісіріп аласыздар сковородкада. Міне аджика приправасынан кішкене септім, қара бұрыштан кішкене септім. Жақсылап араластырып, мариновка жасап алып, пісіре бересіздер. Және де қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, астына описаниеге қалдыратын болам. Міне маринадтап қойдым тауық етін. Картошка, сәбіз, пияз және де капуста, осылардың бәрін пісіріп аламыз сковородкаға. Міне ең бірінші етті осылай әдемілеп пісіріп алдым. Паприка қоссаңыздар, дәмі тіптен керемет болады. Тауық етінен кейін пияз бен сәбізді осылай пісіріп алып 5 минуттай, одан кейін капустаны салып, тағы 10 минуттай капуста, сәбіз піскенше қуырып аласыздар. Жай отта астын басып қойып. Және де енді картошкамызды, яғни фрейімізді де осылай жай отта 15-20 минуттай фрей піскенше пісіріп аламыз. Майонез бен кетчупты осылай араластырып соус жасап алдым. Және де енді бәрі дайын болды. Арасына соусты жағып отырып, бәрін лаваштың ішіне салып шықтым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыз бәрін әдемілеп пісіріп алдым. Лавашты да қолдан пісірдім. Міне дайын болды. Есінде осыны жақсылап орап алып, табаға екі бетін қыздырып аламыз. Дәл осы рецепт бойынша жасап жеңіздер, үй жағдайында дәмі ерекше, әдемі донер болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар, және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналға кіріп поисқа Әсем Пазылова деп жазсаңыздар, менің видео рецептілер түсіретін каналым шығады. Каналға тіркеліп, осылай қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алғашқы видеолар шыққанда көріп отырасыздар. Және де плейлист бөлімі бар. Папкеге бөліп қойғам, үй жағдайында жасалатын тағам түрлері.